сіздермен. Менің атым Қажығалиев Ерасыл, мен Новерта мектеп-лицейінің 7-ші сынып оқушысымын. Менің жобамның тақырыбы мектеп ауласының ландшафттық дизайны. Мектеп ауласы ол мектептің келбеті десек те болады. Яғни мектепте ұжымды, яғни бірге жұмыс істейтін адамдар болса, ол жан-жақты мектеп балаларын тәрбиелеу болады. Ландшафттық дизайнына келетін болсақ, мектеп ауласындағы өсімдіктерді дөңгелек, симметриялық, сопақ пішінде қылып өсірсе, яғни баланың геометриялық пішінде өсірсе, баланың яғни геометрияға деген талпынысы өте жоғары болады. Және де көгалдандыруға келетін болсақ, жалпы көгалдандыру дегеніміз, яғни мектепті шөппен, яғни өсімдіктермен толтыру десек те болады. Өсімдіктер, яғни көгалдандыру қазіргі таңда 21 ғасырда көптеп, яғни балабақшаларда, мектеп орындарында көптеп көгалдандырып жатыр. Және де бірінші осындай мектепте көгалдандыру үшін бірінші қағазға оны түсіріп, схемасын жасап алу керек, одан кейін барып, оны ақылдасып, оны жүзеге асыру керек. Және де 21 ғасырда көптеп көгалдандыру болып жатыр. Оның барлығы, яғни баланың денсаулығына өте пайдалы болып келеді. Және де балаға ол өте қызығушылық білдіреді. Және де мектеп ауласында, яғни балаға тағы да пайдалы болу үшін көптеп ағаштар өсіру керек. Ағаштар, яғни олар көмірқышқыл газын сіңіріп, оттегін өзіне, яғни оттекті ауаға шығарады екен. Ол адамдардың өміріне өте пайдалы болып келеді. Және де біздің мектепте осындай өте үлкен ағаштар болады. Ол мектептен бізде 15-20 метрге, яғни арақашықтықта орналасады. Неге арақашықтықта орналасады десек, яғни күннен келетін ауласындағы шуды азайтады, яғни ауыр жерге, яғни ол жерді қарап жеңіл жетуге де болады. Және де өмірімізде, яғни гүлдің әрқайсының өзінің өсу ерекшелігі болады. Яғни бұл гүлдерді бірінші өсіру үшін бір апта бұрын оған жер қазып қоюымыз керек. Және де 3-4 күннен кейін оған құнарлы топырақ себуіміз керек. Оның бетіне қара шіріктер мен жапырақтың шіріген үйінділерін қойып, оны құнарлы қылуымыз, топырақты құнарлы қылуымыз керек. Және де одан кейін барып біз осындай өсімдіктерді өсіруге болады. Яғни міне біздің мектепте 400-ден астам өсімдіктердің түрі бар. Олардың барлығы, яғни жемістер. Менің жобамның дизайны осындай, назарларыңызға